Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ораза араб тілінде саум деп аталады. Саум, оның тілдік мағынасы тыйылу, өзін тоқтату, бас тарту деген мағынаны білдіреді. Шариғатта балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс мұсылманға Рамазан айында күнде ораза тұту, яғни таң бозарғаннан күн батқанға дейін оразаны ниет етіп, жеп ішуден, төсек қатынастан тыюға айтылады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде: «Ей иманға келгендер, тақуалық етулерің үшін сендерден бұрын өткендерге парыз етілгендей, сендерге де ораза тұту парыз етілді» деді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: әр нәрсенің зекеті бар, дененің зекеті ораза деген. Міне сондықтан мұсылман адам Рамазан айы келгенде таң атқаннан күн батқанға дейін күнде ораза тұтуы, яғни өзін жеп ішуден тыюы міндет болады. Ораза тұту әр мұсылманға парыз.